Улан, интернет өшіп қалыпты ғой. Енді не істейміз? Далаға шығып ойнаймыз ба? Бүгінгі күнімізді қалай өткіземіз? Батпырауық ұшырып, қуаласпақ ойнайық. Иә, басқа балалармен де бірге ойнайық. Қызық болады. Мен ұстадым. Тағы бір. Я, керемет. Әже, бізге ертегі айтып беріңізші. Иә, әже, қазақ ертегілерін оқыңыз. Бір кездері алыстағы бір ауылда дана қария өмір сүріпті. Лан, қарашы, жел соғып жатыр. Біздің әуе қайырымыз. Қарашы, интернет қайта қосылыпты. Иә, бірақ білмеймін. Қызық емес сияқты. Иә, далада ойнаған жақсырақ екен. Уста! Жетем десең жет. Ха-ха, сен баяусың. Бүгін өте керемет өтті. Иә, телефонсыз да күнді қызықты өткізуге болады екен. Ертең тағы ойнаймыз ба? Әрине. Ертең не ойнаймыз? Қуаласпақ ойнаймыз ба? Әлде пазл құрастырамыз ба? Бір күні Инжу мен Улан уақыттарын телефонмен өткізді. Автобуста да, үйде де экраннан көз алмады. Бірақ бір күні интернет өшіп, бәрі өзгере бастады. Олар балалармен ойнады, ертегі тыңдады, батпырауық ұшырды. Сонда телефонсыз өмірде қызық екенін түсінді. Балалар, телефон керек, бірақ оған тәуелді болмаңдар. Естеріңде болсын, өмір экранда емес, айналамызда.